Бүгін Қазақстан Халық партиясы Маңғыстау облыстық филиалы жұмысшы мамандықтар жылы аясында Нұрлыхан Бекбосынов атындағы энергетикалық колледж студенттері мен еңбек ардагерлері Ілеспай Ходжахметұлы және Қуаныш Дүйсенғалиұлымен кездесу ұйымдастырды. Ардагерлер студенттерге таңдаған мамандарының маңызды екенін, еліміздің дамуына қосатын үлесінің зор екенін, қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттады. Колледждің 2-ші курс студенті Мангибай Санжар ардагерлермен кездесуінде осы мамандық арқылы үлкен мақсаттарға жетуге болатынын айтты. Мына электр жабдықтау тобы оқушыларымен кездесуіміз өтті. Оның өзі өткен біздің президентіміз биылғы 25-ші жылы жұмысшылар жылы деп, соның деңгейінде қылып өздеріміздің еңбек жолдарымыз, өздеріміздің мамандығымыз сол жұмысшы мамандығынан бастап осы бүгінгі деңгейге жеткенімізді айтып түсіндірдік. Енді келешекте осы оқушылардан біздер үмітіміз өте зор, себебі бұлар ертең жеріміздің, еліміздің экономикасын дамыту үшін, жоғары маман болу үшін, сол үшін насихаттап, сол үшін жан-жақтарға жайралап, солармен кездесіп жатырмыз. Бүгінгі осы кездесу біздерге Қазақстан Халық партиясының Маңғыстау филиалының жұмыскерлері осы жерден мына жас мамандарымызға әкеліп таныстырып сұхбаттасуына көп рахмет айтамыз. Осылардың тек дендері сау болсын. Осының арқасында біз енді үміт күтеміз осы жас біздің мамандарымыздан, жас оқушыларымыздан. Көп сау болыңдар, рахмет. Әсіресе осы келген біздің қарындасымыз корреспондент Айгүл қарындасымызға көп рахмет. Жылдарыңыз құтты болсын, жамандық көрмеңдер. Өйстіп насихаттап, жерлерге келіп, жастарды көтеріп, өйстіп енді тәжірибелі мамандар, оқытушылар болса, солардың арасында біздің келешекте Қазақстанымызды жоғары деңгейге көтеру үшін соған көп алғыс айтамыз. Мен де қосыламын осы жаңағы өзімнің бірге жұмыс жасап жүрген Қуанышқа қосыламын. Айтқан сөздердің бәрі дұрыс. Осы біздің студенттеріміздің бәрі жақсы маман болып шығып жатыр. Барлық жерде қазір студенттеріміз Құдайға шүкір жұмыс жасап жүр. Мен Мангибай Санжар, электр жабдықтарының группасында оқимын. 222-ші курста, жалпы энергетика колледжінде. Мен деген өзімнің мамандығым туралы көп жауаптар және оның үлкен дамып жатқанын, қазіргі кездерде көп оның жолдары және жұмыс жасайтын жерлері де бар. Жалпы осы ардагерлер кездесуінде өзіме жаңа информацияны және жалпы өзімнің кейін өскенде көп заттарға жете алатынымды түсіндім. Жалпы өзім ойымша осы мамандықтан жақсы және үлкен заттар мақсатқа жетуге болады. Ардагер Қуаныш Дүйсенғалиұлының энергетика саласындағы еңбек өтілі 46 жылды құрайды. Ал Ілеспай Ходжахметұлының еңбек өтілі 45 жылдан жоғары. Ардагерлеріміз бүгінгі күнге дейін еліміздің дамуына үлесін қосып келе жатқан мамандар иесі.